солай алғашқы 2 жылда 10 ресторан аштық. Сол Яндекс қымбат, басқа бір нелер жасалсын деп та, конкуренция болсын деп айтып жатыр. Бірақ та Яндекс сияқты бір бизнес жасау үшін енді $100 миллион ақша салу керек. Ал Таиландта жалғыз бірақ мектеп соның құны Эйрстанмен бірдей. Америка, басқа бір дамыған мектепке барғанда біздің тәжірибеміз, біздің Қазақстан жасаған нәрселеріміз оларға 0 да. Бұлар санамайды, қарамайды. Өйткені сенбейді. $70 миллион негізінде қатты көпке жететін ақша емес. Ол сертификат сияқты. Біз алдық дейік. Студенттер мен жастарда энергия жоқ. Бұлар бірдеңе істейміз, осылай тұрады да энергиясы. Сол шығар. Ең басты мәселе сол миыңыз сол бір эластичный болу керек та, ашық болу керек. Сібірге дейін, Сібірден Самарқан, Бұхараға дейін көшіп жүрген қазақтар. Бұл адам адаптивный не болмаса, қалай болады да? Қазақ жігіттер барып, 0-ден бір бизнесті бастап, жасағаны, осындай бір тәжірибесіз, кәсіпкерлердің 80-90% бірақ кеңесті береді. Адамдардың не бар да, айтылатын сөздерге көбі сенбеу керек та. Осылай болса, технарь болса, мынаны істей алмайсың, анау болса, мынаны істей алмайсың. Преубеждениялары көп болады. Ол керек емес та, оны вообще алып тастау керек. Алла тағала адамға, бүкіл адам баласына өте үлкен потенциал берді. Плюс-минус бір сиырмен, бірінен қойдың өмірі солай да. Тамақтанады, ұйықтайды, жүреді, болды да. Адам біраз өмірі басқаша болу керек та, үлкен арман болу керек, өте мақсаттар болу керек та. Бәріне сәлем. Бүгін бізде өзіміздің подкастымыз, қонақта Айдос Телжан. Айдос бүгін бізде қалай өзінің кәсіпкерлік жолын бастағанын және де тех стартапқа қалай өткен жайлы айтып береді. Айдос, көп рахмет сізге келгеніңізге. Саламатсыз ба? Бастай берейік. Қуаныштымын. Бірінші сұрақ, өзіңіз жайлы кішкене айтып өтсеңіз. Мен өзім Қарағанды қаласының тумасымын. Кейіннен қазақ түрік лицейін бітіргем. Қарағанды қаласында оқып, сол Астана лицейін бітіргем. Одан кейін Түркияда университетті авиация инженер мамандығын бітіргем. Бітіріп біраз Түркияда жұмыс істедім, сол авиация саласында. Одан кейін Қазақстанға келіп, енді авиация бізде болмаған үшін, осылай айтсақ, Capital Partners деген компания жұмысқа кіргем. Бұл үлкен әрі жылжымайтын мүліктің саласында үлкен проект жасайтын компания. Енді біздің белгілі үлкен Есентай проектіміз бар, Астанадағы бірнеше проекттер, Москвада Ритц-Карлтон, көптеген бір үлкен проекттер бар. Қазақстан, Украина, Ресей мен Түркия ішінде. Кейін 2008 жылы сол кәсіпкер болып, құрылыс саласында алғашқы бизнестің бастадым. Сол 2018-ден бері 16 жыл болды. Сол кәсіпкерім. Сіз 2008-де уже құрылыс саласында кәсіпті бастадыңыз да? Онда, получается, Руми сіздің бірінші проектіңіз емес? Жоқ, бірінші проектіңіз. Окей, күшті, рахмет көп. Ол кәсіп, өзіңіз сол кәсіпті бастадыңыз ба, немесе ол жақта бір компанияға жаңа қосылып, одан кейін бөлек шықтыңыз ба? Енді үлкен компания жұмыс істегем. Үлкен компания жұмыс істегенде Астанада салынып жатқан Сарыарқа сауда орталығы болды. Сонда бір мүмкіншілікті көрдік. Үлкен ритейл компаниялар бар. Көптеген дүкендер мен банктер бар. Бұларға ремонтты жасайтын компания керек. Соның үшін көріп, осы ремонттан бастадық. Ал неліктен ол мүмкіншілігін көрген себебі, өйткені бұл компаниялар кішігірім бригадалармен жұмыс істейді. Ол да қиын. Бұл бригадалардың компаниясы жоқ, банкте шоты жоқ, лицензия болмайды. Сондықтан көптеген бригадалармен істеу керек. Ал ірі компаниялар үшін бұлар қызық емес. Бір $100-200 мың бір ремонт, оларға қызық болмайды. Сондықтан біз ортасындағы бір Retail Construction деген компания. Сол ритейл деген сол сауда саттық, розничный бизнес істейтін компаниялармен істеуге бастадық. Содан кейін ол проект жабылып, ол бизнес кәсібіңіз жабылып, сіз Румиге көштіңіз да? Жоқ, одан кейін біз 6 жыл сол құрылыспен айналыстық.
алғашқы сол ремонт нелерін бастадық, кейіннен проектирование кірдік, кейіннен үлкен осылай подстанцияларды салдық. Үлкен бір фабрика бар, сол цемент шығаратын, Жамбыл цемент фабрикасында. Оның 5-6 подстанцияны салдық. Әжептәуір электрикадан жұмысын жасадық. Енді сол құрылыста біраз бір 20 миллион долларға дейін оборотымен осылай жұмыс істедік жылдық. Бір 50-60 кісі жұмыс істеді бізде. Бірақ та сол құрылыс менің бизнесім емес деп осылай бір сезім болды. Кейіннен сол ізденісті болдым да. Басқа бизнеске кіргім келді. Солай жаңағыдай Руми группа қосылдыңыз, иә? Кейіннен сол құрылыс бизнесінен шыққаннан кейін 2014 жылға тамам сол құрылыс бизнесінен шығып, алғашқыда не істерін білмей осылай біраз жүрдім. Одан бір досым үлкен ірі бір холдингке бір жұмысқа шақырған. Сол холдингте сол бір жарты жылда жұмыс істегем. Өте үлкен бір холдинг, жалақылар жақсы, өте үлкен активтері бар. Бірақ та біреуге жұмыс істеуді қайтадан сол 6 жылдан кейін өз бизнес жасағаннан кейін сол қайтадан жұмысқа кіріп, енді біраз қиын болды. Өйткені өзім жеке бір пікірлерім бар, қалай бір нәрсе істесе алатындай. Өзіңіздің көзқарасыңыз бар, иә? Бірақ та әрқашанда бір директорыңды, бастықтарыңды тыңдап, олардан рұқсат сұрап бірдеңе жасау керек. Сол мәселені ұмытпадым. Ал қалған негізінде енді үлкен компания, бәрі керемет та қалған. Мүмкіншіліктері, шарттары. Солай жүріп, ол компаниядан да кетіп қалдыңыз содан кейін, иә? Иә, сол компания жүргенде бір 2014 жыл аяғында досымен бір Гонконгқа барып келгем. Сол Гонконгта жүргенде бір тамақпен бір проблеманы көрдік. Бір Гонконг өте үлкен қала, бір 7-8 миллионда халқы бар. Бір 40-50 шақты халал тамақтанатын бір жер кафе болды. Енді біреулер түрк яда пакистандық осындай бір кафелер көрдік. Талибандық, иә? Иә, араб нелері бар. Сол кезде бір қазақшамен танысқанбыз. Сол айтқан негізі мен қытайларға солай бір палау жедіргем. Бір өзбек жігіттермен бірге, сол өзбек палауына. Қытайлар қатты ұнады. Олар менен сұрады да, үйрете аласың ба, мен артынан жүріп. Мен де сол кезде таңғалдым. Қалай 5000 жылдық тарихы болған Қытай елі, қалай палау жоқ та сол кезде. Сол кезде ішіме ойладым, егер Гонконгқа көшсем, сол палауды пісіру керек. Бірақ палау қандай болады? Халал болу керек. Алғашқы жай бір халал палау деген ойымда пайда болды. Кейіннен осы Алматыдан ең алғашқы кішігірім бір 15-20 метр квадраттық бір жерде осы халал палау деген жер ашқанбыз. Ол өзіңіз достарыңызбен? Енді мен қатты тамақты пісіруді білмеймін. Мен білетін, мен тек мен тамақ палау жеймін, бірақ та пісіре алмаймын. Сол кезде негізі мен бірінші идеям Руми болған жоқ, мен негізі супермаркеттерді ашамын деген ойым болған. Алматыда Яссауи, Жандосов көшелерінің қиылысында бір жерді жалға алып, супермаркетін ашқам. Мен сол бір жылдың ішінде бір 4-5 осында деген атымен супермаркеттерді ашқам. Сол кезде қарасам, сол супермаркеттің қасында бір кішігірім бір жер тұр. Ішінде 3 қазаны бар. Сол иелерінен сұрадым, бұл не дедім. Біз бұрында осындай палауды пісіріп сатқанбыз. Арендаға бересіз ба дедім. Береміз дейді. Қаншаға? 50 мың дедім. Жақсы, бердік дейді. Енді 50 мыңға алдым. Енді бірақ та біреуін таңдап пісіру керек. Сол телефонды аштым. Кім бар менде палаудың түсінетін? Одан кейін бір ағамыз бар. Умит ағамыз. Өзбек. Сол жерге жақын тұрады. Оған звондап шақырдыңыз. Иә, Умит аға осына келіп бір сөйлесейік дедім. Осылай бір айдың ішінде ол жерді аштық. Бірінші 2014 жылы желтоқсан 1-ші күн аштық. Как раз студенттер келген уақытта. Бірінші желтоқсан. Желтоқсан. Бірінші тек на вынос жүрді ма? Такой сияқты. Енді көбі сауда осы болды. Енді бірінші ашылған күніміз 3 палау саттық.
500 теңгеден, екінші күні 5 палау, одан кейін 16 желтоқсан күні енді бір шансы бар, не да бар, 200 палаудай. Бірақ та 150 бұл сол на вынос, 50-сі ішінде жегенде. Сол кезде осы палауды сатсақ, осы мәселе жүреді дедім. Осыдан бір кафе сол кезде ойыма келді. Ол кіші бизнес қалай Румиге айналды? Енді сол түсінгенім күні сол ойладым, енді үлкен жерде аша аламыз дедім. Қаланың қақ ортасында. Сол 19 желтоқсан күні мен досым Қуаныш Шомбай келеді. Ол Тараздан келіп, мен оны алып келем, сол палау жегізем. Айтам, Қуаныш, сол қаланың ортасында осында бір жер ашу керек деп. Ол да айтқан сол, мен де осында бір ойларым болған. Кафе, ресторан, бизнесе көру деген ойларым болған. Сол 19 желтоқсан күні енді неміз жоқ, тәжірибеміз жоқ. Сол кезде бір инвестиция жоқ, бір белгілі бір жеріміз ешіне болмады. Бірақ та өз арамызда бір шешім қабылдадық. Бір алғашқы осы бір ресторан, кафені ашамыз. Әлі аты Румиде жоқ сол кезде аты. Бірақ ниет бар, иә? Иә, ниет бар. 6 айдан кейін 18 маусым күні сол алғашқы Руми ашылды. Бірінші Аблайханда болды, иә? Жоқ, бірінші Достық Шевченко. Достық Шевченкода болды. Мен бірінші Аблайханда болған шығар деп ойладым. Екінші ашылған жер. Екінші болды, күшті. Өте қызық, негізі құрылыс бизнесінде болдыңыз, содан кейін осындай фуд бизнеске кеткеніңіз. Қандай қиыншылықтар бар ол бизнестің? Менің білуімше көп адам айтады, жауына тілейтін едім ондай ресторан немесе кафе общепит ашу деген сияқты ше. Сол сияқты, кажется, бизнестің өте көп андай нелері бар да, нюанстары көп сияқты. Енді негізінде қатты көп операциондық бизнестер бар, аз операциондық бизнестер бар. Сол ресторанмен, бірақ та рестораннан гөрі меніңше супермаркет бизнес одан да қиын. Өйткені маржасы өте төмен, өте көп заттардың көп тауар болады. Бүкіл процесстер кәдімгідей мықты жақсы істеу керек. Меніңше ең қиыны сол бизнес. Ал одан кейін келетін сол ресторан бизнесі. Өйткені ресторанда біраз маржа көбірек, қате жасай аласыз. Маржа аз болған бизнесте қате жасау өте бизнес жабылуына себеп болады. Содан кейін қазір Руми қалай бизнес дамыды, қалай дамыттыңыздар, қазіргі жағдай қандай? Сол 2015 жылы алғашқы ресторанды ашып, бірінші күннен бастап бізде планымыз сол 2 жылда 10 ресторан ашамыз деген бір ойымыз болған. Бірақ та енді дайын тұрған ештеңе болған жоқ. Жай өзіміз сөзбен айтылған нәрсе ғой. Негізі әрбір сөз адамның дұға ниетіне өтеді. Сол маңызы. Негізі дұрыс нәрсені тілеу, дұрыс нәрсе айту. Солай алғашқы 2 жылда 10 ресторан аштық. 3-ші жылы тағы да бір кофейня, бір жалпы бір... Уже 2017 жыл, иә? Иә, жалпы бір 13-14 па, 15 жер аштық. Алматы мен Астана қалаларында. Енді ресторандық бизнесте қандай қиыншылықтар бар? Алғашқы енді біле алмайсыз. Ашпай, бұл концепция, бұл продукт, бұл осындай жер жүреді ма, жүрмейтіні белгісіз. Сондықтан кейбір мысалы ресторанда көрем, мысалы қазіргі уақытта бар шығар, бірақ бұрында 1,5, 2, 3, 4, 5 миллион доллар салып, одан да көп, 7, 8, 10 миллион доллар салған ресторан Алматыда көрдім. Ашып, 5-6 айдан кейін жабылғанын көрдім. Көптеген ресторан. Сондықтан мәселе ақшаның көптіктен емес. Мысалы, Бахани сияқты проекттер бар да. Жай кішігірім бір жерде қатты көп ақша салмай, бірақ та жақсы ақша тауып жүрген, не кәдімгі саудасы жақсы болған бизнестерде бар. Сондықтан оны да біле алмайсыз, түсіне алмайсыз қалай. Тестировать керек. Иә, мен өйткені мысалы 2016 жылда, мысалы 2015 жылда ойлағаным, мысалы бургерде қатты нәрсе көп ешкім істей алмайды деп ойладым Қазақстанда. Өйткені Макдональдс кірді, кейін Бургер Кинг, Хардис, көптеген ірі компаниялар кірді, ірі брендтер кірді. Бірақ та
бар екен, болады екен. М, Оған да көзім жетті. ниша бар екен. Иә. Енді ресторанды бизнесте қандай қиыншылықтары бар? Бір көп процесс бар ішінде. Мгм. Дайындау бар, бөлек бір фабрика сияқты бір жеріңіз бар, кішігірім. Сауда жасайтын жеріңіз бар, оны қызмет жасау керек. Қазіргі уақытта маркетинг, реклама жасау керек. Енді бұрында мысалы білмеймін, енді Қазақстанның ішінде бір 15-20 жыл бұрын сіз бір ресторанды ашсаңыз болды. Мгм. Жүріп кету ықтималы өте жоғары еді. Мгм. Сол кезде мысалы 2006-2007 жылдары Алматыда мысалы бір ресторан ашып, 2-3 айдың өзін ақтамаса, ол бизнес қатты қызық болған жоқ та адамдарға. М, Бар 300-400-500 мың доллар салып, оны 2-3 айда ақтау кететін да. Ал қазіргі уақытта оны жақсы санау керек. м, Өйткені кейбір мысалы концепттер қараймын, мысалы бір кофейня ашып 300 мың, 400 мың доллар салатындар да бар. мгм. Ол ақтайды ма, ақтамайды ма? Иә. Я да мысалы қазір Қазақстан шартының ішінде сол білмеймін 3 жыл деген мерзім өте ұзақ та. М, Осындай бизнес үшін. мгм. Бірақ негізі жалпы средний сол орта жасы именно общепиттегі бизнестердің 3 жыл деп айтады ғой. 3 жылдың ішінде немесе ары қарай кетеді, немесе сол кезде тоқтап қалады. 3 жылға дейін уақыт беріледі деп. Енді нақты несін айта алмаймын, қанша жыл, қанша ай істейтінін, бірақ та көп адам шаршап кетеді. Өйткені сен Процесстен. кішігірім бизнес жасасаң, таңертең любой солай розницада, ритейлде жасайтын бизнес, дүкен болсын, ресторан, кафе болсын, таңертең дүкенді ашасыз, егер жалғыз, егер кішігірім бизнес болса, кешке оны жабуыңыз керексіз. Таңертең мысалы 9-10-да ашылады, кешке 11-12 жабылады. Ол сіздің жай жұмыс істеген жұмыстан да қиын болып кетеді. И көп адам просто шаршап кетеді. Осындай бір қиыншылығы бар. Одан кейін ішінде процесі көп. Мысалы бір повар бөлек, ол официанты қызмет жасау бір бөлек, рекламаны жасау бір бөлек. Ол өте қиын. Бір жағынан үлкен бизнесті жасау үшін енді үлкен инвестиция керек, көп адам жұмыс істеу керек. Онда процесстердің енді одан да көп көбейді. Ол не сияқты? Мысалы, сіз жеке бір такси жүргізсеңіз, сіздің контроліңізде болған бір 5-6 процесс бар. Mesela машина не істеу керек? Бір жуу керек, бензинін қойып, уақытында шығып, уақытында келу керек деп. Ал сіздің таксопаркіңіз болса, ол водитель жұмысқа алу керек, машинаны лизингке алу керек, кәдімгі проблема бар. Ал бір Uber сияқты, Яндекс такси сияқты да, бір приложение бір не жасасаңыз, ол одан да көп инвестиция керек. Мысалы қазір бізде қазір сол Яндекс қымбат, басқа бір нелер жасалсын деп та, конкуренция болсын деп айтып жатыр, бірақ та Яндекс сияқты бір бизнес жасау үшін енді 100 миллиондаған доллар ақша салу керек. Өйткені ішінде карталары бар, рекламасы бар, алгоритмі бар. водительді ішінде шоферларға ұстау керек та. Егер қазір мысалы бұрында мысалы Дидиде қытайлар сол Қазақстанға кіргенде, мен естігенім 30 ба 50 миллион доллар жұмсаған, сол 5-6 ай Қазақстанға кіріп жұмыс істеген үшін. Өйткені сол водитель ұстау керек системада. Өйткені мәселе пассажирда емес, мәселе сіз ол приложение кіргенде машина неше минутта келеді. Яндекс 2-3-4 минут келсе, сіз басқасын қазір уақытта бір 5-10-20 минут күтпейсіз. Рахмет көп. Енді келесі больше стартап сферасына өтсек. Мысалы, сіздің бір интервьюіңізде көрдім, что карантин кезінде сіз түсінгенсіз, что офлайн бизнестерді басқару қиын екен, сондықтан более қарастыра бастағансыз IT немесе тех стартаптарды, немесе тех кәсіптерді деп. Қалайша немесе неліктен солай өттіңіз, қалай болды сол процесс? Мысалы, Румидан кетіп, сол кәсіптен кетіп, өзіңіздің стартап немесе өзіңіздің ісіңізді тех сферасында бастағаныңыз? Енді сол карантин басталғанда, соны көрдік қой, мысалы, өте көп технологиямен айналысатын компаниялардың кәдімгідей құны Өскенін. 100 есе, 1000 есе өскенін көрдік. Маған әрқашан негізі сол сала қызық болды, бірақ та өзімді ол салаға ұзақ сездім. Ол мен салам емес, бұл IT, бұл программирование, өйткені мектепте де, университетте де сол программирование сабағын алдым, бірақ та қатты ұнаған жоқ маған. Сондықтан маған ұзақ деп ойлағам. Бірақ сол карантин кезінде негізі бір көрейін деймін. Өйткені мен үшін қызық болып жатқан проекттер масштабы үлкейетін проекттер маған қызық.
Масштабироваться етіп Иә, жіберді, мысалы құрылыста бұл қиындау. Мгм. Неде ресторандық бизнесте болады, Мгм. бірақ та үлкен нарыққа шығу керек. Мгм. Мысалы Қазақстан сияқты нарықта мысалы егер бірдей жұмысты мысалы істесеңіз, Қазақстанға келіп мысалы 10, 15, 20 жер ашып, Мгм. енді биржаға шыққан, енді бізді негізі біздің биржадан касседен бізді неге шақырған шығыңдар деп биржаға. Мгм. Өйткені біз Руми группта, иә? иә, сол біз аудит жасағанбыз, тура енді процестеріміз дұрыс болған. Бірақ та Қазақстандағы құны қатты жоғары болмайды бизнестердің. Мгм. Ал дамыған мемлекеттерде Мгм. бір бизнестің құны, мысалы бір Starbucks, бір Макдональдстың құны бір жылдық 40 прибыльдің 40-50 есесі болады. Мгм. Яда мысалы Таиландта бір мектеп бар, Сингапурдық мектеп бар, 40 жылдық сол немен прибыльмен сол құны есептеледі. Жылына 25 миллион доллар табады. Есімде, Иә, бірақ та биржадағы құны 1 миллиард доллар. Аха. Бізде 1 миллиард доллар құны болған компания қандай бар? Мысалы, Air Astana бар қазір. Мгм. Бірақ та Air Astana қаншама 40 па 50 самолеті бар, әрбір самолет бір 100 миллион доллар, жұмыс істейтін 5-6 мың адам бар. Ал Таиландта жалғыз бірақ мектеп, соның құны Air Astanaмен бірдей. Мгм. Ол қалған мысалы Америкадағы қалған мысалы Apple яда басқа сияқты айтпай қояйық та. Осы идеяны таңдаған кезде сіз мысалы қандай нишаларды қарастырдыңыз? Мүмкін фудтехті қарастырдыңыз, да, вот как доставка сияқты, там Glovo, там Wolt сияқты. Өйткені сізде уже экспертиза бар осы сферада деген сияқты. Енді идеялар негізі көп болады. Аха. Енді мен сияқты адамдар көп болады. Иә. Менде маған келіп менен кеңес сұрайтын көп кісілер бар. Енді көп идея естимін, оны көремін. Сондықтан сол идеяны анықтаумен, идеяны бір тергеуде біраз нем бар, тәжірибем бар. Ішкі бір қабілетім бар да. Интуиция сияқты, иә. Интуиция сияқты. Оны істеу үшін бір идеяны таңдағанда оны алғашқы бір арифметика экономикасын санау керек. Бар ма жоқ па? Мысалы, Қытайдан машина алып келем деп. Электромобиль алып келем, сатам дейді да. Қытайға 20 мың доллар болған мысалы машина бізде 30 мың доллар. Бірақ оның жолымен, сол пошлинасымен, салығымен мысалы 29 мың доллар келеді. Сататын бағаңыз 30 мың доллар. 1 мың доллар табасыз. Енді ойлану керек та. Енді қазір әкелген бір машинамен бір проблема шықса, сосын мың доллар тапсаңыз, риск өте үлкен жоғары болады. Яғни ол бизнеске кіру бір енді болатын шығар, бірақ та сұрақ белгісі өте үлкен. Яда бір бизнесті көресіз, бір 10 мың доллар бір аппарат аласыз, 10 мың теңге бір зат шығарасыз, бірақ та оның нарықтағы бағасы 300 мың теңге. Ол кәдімгідей керек та. Күніне 10, 20, 30 штук сатылатын бір сеніміңіз бар ішінде. Сол кезде енді ең бастағы этапта соны бір санау керек. Бар ма жоқ па? Қандай ақша табылады, табылмайды ма? Сатылады ма, сатылмайды ма? Юнит экономика сияқты. Иә, сол сияқты. Қалғаны уже басқасын уже ойластыру керек. Кім бар? Нарықта кім бар? Қандай компания бар? Енді ол әрбір қадаммен сол 5-6 қадамның ішінде бүкіл бәрін самсау болады да. Ал кейін уже сізге қалады да. Ішіңіздегі сенім бар ма жоқ па да. Өйткені көбі психологиялық тұрғыда қалып қалады да көбі. Адам мысалы тәжірибесі бар, ақшасы бар, жақсы пікірі бар, не бар, бірақ та істемей қояды. Өзіне сенім болмайды, қорқады. Сіз қалай таптыңыз идеяны? Қандай идеялардың ішінен таңдадыңыз? Жоқ, алғашқыда мен бастаған идеям сол карантин кезде отырғанда өзім ішіне қасымдағы проблемалардың ішіне қарадым. Менің балам сол кезде кітап оқымайтын. Сол кітап оқу үшін оған бір ақша төлегем, әрбір бетке бір 10 теңге, басқа осы бір не қойғам, бір мақсат қойғам, күніне бір 10-20 бет оқу керексің деп, ұрысқам, не істегем. Одан кейін соны қалай шеше аламын деп бір ойым болған. Осындай оқу жарысы ұйымдастыратын бір платформа жасаймын деген бір пікірмен шыққам. Бірақ та кәдімгі бізде Қазақстандағы осындай идеялар жасау енді қиындау. Өйткені осындай бір
стартаптарды Америкада көрдім. Бұлардың мысалы жылдық саудасы $20-30 миллион. Бізде $20-30 миллион қиындау да. Енді сол идеяны қатты көп сата алмадық. Ол да бар. Енді сол стартап пен мысалы бизнес деген ұғымның айырмашылығы сонда болады. Стартапта жаңа бір концепция, жаңа бір модель. Бұрыннан инновация тек технологиялық тұрғыда емес. Инновация деген басқаша сату, басқа бір бизнес модельмен, басқа бір менеджмент түрімен жасау деген, ол да инновация. Ал бизнес ол кәдімгідей моделі белгілі, мысалы бір пицца пісіп сату, яда бір дүкенді ашу, бәрі белгілі, құрылыспен айналысу, белгілі бір бизнестер, бұлар енді бұларға бизнес дейміз. Ал концепциясы, моделі, несі белгісіз, сұрақ белгісіз, жаңадан бір жасалған нәрселерді, одан сол технология қатысқан бизнестер, олар стартап делінеді. Айырмашылығы, Бірақ та ең маңыздысы, кәдімгі қазіргі уақытта Қазақстан сияқты мемлекеттерде егер бизнес бастасаңыз, сатылады ма, сатылмайды ма сол идея. Бұл маңызды. Бір сату маңызды. Өйткені біз қазір мысалы басқа бір Америка, басқа бір дамыған мемлекетке барғанда, біздің тәжірибеміз, біздің Қазақстан жасаған нәрселеріміз оларға ноль да. Бұлар санамайды, қарамайды. Өйткені сенбейді. Қазақстан жасағанын Америкада басқа келмейді дейді. Сен тәжірибен санамайды. Адам танымайды, ешкім танымайсың, ешкім білмейсің. Сондықтан біздің ана жаққа барып, істеуіміз үшін, бір сол жақтан инвестиция тарту үшін кәдімгідей сауда несін көрсету керек. Қаншалықты саттық, да? Мысалы, не еседі бір сервисті ма, нені, соны оборотты көрсету керек. Сатып көру керек, и сатқан результатты көрсету керек, сол сату керек та. Негізі кейбір идеялар негізінде бір продукт жоқ, ортада болмай, оны сатуға болады. Мысалы, енді Қазақстанда көп кісі білмейді, Revolut деген бір необанк бар. Қазіргі бүгінгі құны бір $30 миллиард астам. Алғашқы ашылғанда бұлар бір веб-сайт, лендинг-пейдж жасайды, реклама жасайды. Ақша аударғанда сол курсты әртүрлі валютадан айырбастауында 6 есе арзан 8 келеді ме деп. Сонда рекламамен кет. Соған рекламаны жасап, алғашқы ештеңе жоқ бірақта. Карта, банк жоқ. Жоқ, ештеңе жоқ. Инвестиция ақша жоқ, продукт жоқ, ештеңе жоқ. Сол 1,5 ма, 2 мың ба, 3 мың адам тіркеледі. Заявка тастайды. Қалаймыз, мен осы қолданам бар болғанда. Соны жинап, презентация қойып, айтады да, мен сонша мыңдаған адам, сол 2-3 күн, бір апталық реклама жасадым, тіркелді. Соны мен бір 3-4 па $5 миллион алғашқы инвестиция алды Лондонда. Ал қазіргі одан кейін қазір $30 миллиард құны болған бір үлкен ірі компания. Как раз Lean стартап бойынша ғой, тезірек идеяны валидировать етіп, гипотезаны солай тексеріп алды. Окей, как раз сол тақырыпқа келе жатырмыз. Сізден сұрағым келген еді. Сіз Антлерде акселерационных программа өттіңіз, бағдарламаны өттіңіз. Сол жайлы сұрақ қойғым келген. Бірінші инкубатор дегенне и акселерационный программалар, бағдарламаларына дегенне и айырмашылығы. Содан кейін келесі сұрақтарды қоя берейін. Енді мен сонда айырмашылығын білмеймін. Енді әркім сол ұғымға өз бір мағынасын беретін шығар, енді әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ та енді акселератор, инкубатор енді бірдей ұғымдар десек, синоним десек болатын шығар енді. Ал мәселе жаңа болған сол идеяларды бұлар акселерация да, сол ағылшынша сөзі, соны тездетуді, тезірек нарыққа шығару, тезірек сол идеяны көмектесу, ойы сол. Енді бірақ та енді сол көбі идеяларын енді акселератордың көбін қатты көп пайдалы болатынын сенбеймін. Егер сол кісінің тәжірибесі болса, тәжірибесі болмаса, жас бір жігіт, бір қыз болса, сол кезде пайдалы болатын шығар. Бірақ ең бастағы мәселе сол нетворкинг. Жаңа адамдармен танысу. Бір адаммен танысып. Команда құру деген сияқты ғой. Енді сол кезде команда құру енді болатын шығар, бірақ та оңай емес. Өйткені басқа бір культурадан, басқа елден, басқа тілмен сөйлейтін адаммен бірге жұмыс істеу оңай емес. Болады,
істейтіндер бар, Мгм. бірақ солай емес. Мгм. Ал сіз қалай команданы таптыңыз? Мен осында Қазақстанда. Қазақстанда. Иә, біз Қазақстанда. Сізде Рүстем, да? Иә, И тағы бір Ержан деген Ержан. шығын, иә. Аха. Бірінші осы жақта келісіп алып, содан Иә. кейін бірге Антлерге Иә. бардыңыздар, иә? Иә. Мгм. Сәл басқаша болды, бірақ иә, сол. Аха. Неліктен Антлер? Және де Антлер деген қандай бағдарлама айтып өтсеңіз? Енді менің сол пікірім Қазақстан үшін енді жасау көп кісі түсінбейтін, Мгм. қалай істелінеді, не болады деп. Мгм. Сондықтан Қазақстанның сыртына жасау керек деп деген бір ойым келді. Мгм. Ал Қазақстанды сыртын жасау үшін, мысалы мен Қазақстанда отырып, бір Америкадағы я да басқа бір мемлекеттегі бір инвесторға бірдеңе түсіндіруім қиын да. Енді түсіндіремін, бірақ айтады, жақсы, бірақ не істедің дейді. Мгм. Қазақстанда ештеңе істей алмадым. Мгм. Өйткені жоқ та, оған инфраструктура жоқ, ештеңе жоқ, Мгм. сол түсініктер жоқ. Сол үшін негізі акселераторға сол үшін жақсы болуы мүмкін да. Мгм. Басқа рынокқа шығу үшін, иә? Басқа нарыққа шығу үшін, иә, басқа сол инвесторлерге жету үшін Мгм. оңайырақ болады да. Мысалы, өйткені таңдаулы командаларда сол акселераторға кіреді. Енді бәрін емес, акселератор негізі көп программа бар. Жүздеген, мыңдаған программалар бар. Енді ең мықтылары бар. Ойын комбинатор сияқты, соны өткен бір қатты көп қазақ жоқ та, бір-екі қазақ бар. Енді Қазақстанның Асхат деген жігіт бар. Тағы бір кісі, бірінші кісі болуы мүмкін. Сол Америкадан қатысып жүргендер, бірақ та сол жақтан қызық болуы мүмкін да. Мысалы, таңдаулы компаниялар кіреді, и инвесторларға сол жағынан қызығады да. Өйткені акселератор мыңдаған кісінің арасында сол 30, 40, 50, 100 адам таңдайды да. Неліктен Антлерді сіз таңдадыңыз? Мен алғашқы отырып сол идеямен бірінші инвестициялар тырыстым. Іздедіңіз, иә? Бірақ та Қазақстан ішінде оны өте қиын, өте нарық вообще жоқ та, сол венчурлық инвестиция несі жоқ дегенде азды. Ал басқа мемлекеттерде сен Қазақстаннан олар үшін я Афганистаннан, я Занзибардан жазғандай бірдей болады. Сондықтан сол пікірім еді, негізі акселераторға көрейін. Біраз бір акселераторға жазғам. Негізі 3 акселератордан жауап келді. Біреу Америкада, бірақ та университет кішігірім бір акселератор, соған барған жоқпыз. Екіншісі Голландияда. Үшіншісі енді Антлердің біраз атағы бар, көп компанияға инвестиция жасайды деп. Сингапур сол кезде бармаған мемлекет болды, сол қызық болды. Сол программа, сол компания мықты болған үшін Антлер. Сол үшін бардық, көрдік. Антлердің шарттары қандай болды сіздер үшін? Енді Антлердің шарттары енді қатты, мықты, жақсы деп айта алмаймыз. Енді олар 3 айлық программа шығарады. 3 айлық программа соңында $120 мың инвестиция жасайды. Бірақ та сол $120 мың қайтып оларға $45 мың сол программа қатысқан үшін сол ақшаны төлейсіз. Егер инвестиция алсаң, иә? Алсаңыз, иә. Бірақ инвестиция алсаң, алмасаң ештеңе төлемейсің, иә? Ештеңе төлемейсіз, иә. Соны артық плюс бір салығы бар, 8%. Сонымен $48 мың оларға төленеді. Енді мәселе негізінде, енді ақша көп емес та, ол ақшаны мысалы біз басқа бизнестерге Қазақстанға мысалы инвестициялар қана не істегенде одан да көп ақша алдық. Ол мәселе анақта венчурлық инвестордан ақша алу. Өйткені жай бір мысалы бір досынан, бір жақыннан, бір таныған бір адамнан алу, ол бір. Сол жұмыспен профессионалдық бір түрде айналысатын бір компания ақша алу, ол басқа. Сол жағынан бір қызық тәжірибе болды. Енді $70 мың негізінде қатты көпке жететін ақша емес. Ол не сияқты да, біраз сертификат сияқты. Біз алдық дейік. Біз бұны мынау кісі, мынау венчурный компания бізге сенді деген сияқты. Больше атақ брендингке керек деген сияқты. Ол негізі Америкадағы мысалы ойын комбинаторда сол олар беретін ақшасы бір $500 мың ақша береді. Америкадағы $500 мың негізінде жақсы бір инженер жылына сол $500 мың табады да, негізі. Бір кісінің жылдығы болуы мүмкін. Негізі тағы кішкене жалпы айтып өтейік, чтобы көбінше мен білуімше Қазақстанда аз адам біледі Антлер бағдарламасы туралы. Негізі ол көп елдерде бар. Ең басты сіздің
мақсатыңыз өту үшін заявка бересіз. Заявкадан отбордан өтсеңіз келесі турға сіз өзіңіздің жолыңызбен келу керексіз Сингапурға, иә? Иә. Одан кейін қандай оларда көмектер береді олар? Өзің келгеннен бөлек сіз командаңызбен бардыңыз, иә? Үшеулеріңіз бірге бардыңыздар. Сосын олар сіздерге қандай қолдаулар көрсетті? Енді ана жақта бір алғашқы апталарда бір курстар нелер болады, дәрістер, сабақтар болады. Енді қатты қызық болған жоқ, бірақ та маған ең қызық болғаны сол 80 адам жиналған. Нетворкинг, иә? 25-30 елден әртүрлі адамдар, тәжірибесі әртүрлі қызық адамдар. Ең қызығы сол да, адаммен танысу, өйткені бұл нетворкинг сізбен өмір бойы қалады. Екі, бұлардың әкелген қонақтар. Сол әр апта сайын, иә? Алғашқы бір 2-3 аптада бір 2 миллиардерді көрдім. Сол миллиардтық бизнес құрған кісілерді көрдім, таныстық. Сол қызық болды. Ал енді ең бастағы мәселе сол, жаңа бір жерді көру, не істеу, бір ментор, бір куратор сияқты бір кісі болады. Трекер, иә? Трекер емес, енді мен ментор сияқты. Енді бұларға аптасына 1-2 рет жолығып, бір не сұрайсыз, коммент танысуға қалай не істеуге болады, бұл басқа адамдарға жібереді. Сырттағы компания, өйткені сіз мысалы бизнес жасау үшін сізге белгілі бір компания нелемен келісіп бірдеме істеуіңіз керексіз. Енді қиын бизнестер де бар, оңай бизнестер бар. Мысалы, егер сіз финтех төлеу системаларының ішіне бір бизнес жасаңыз, ол жай жүреді. Өйткені сол банктердің істейтін сферада процестер өте жай жүреді. Жалпы одан бөлек ол жаққа антлерге идеямен бару керек па, немесе сол жақта идея тапса бола ма? Сол жақта идея тапсаңыз болады. Сіз технарь болсаңыз, идеясыз да барсаңыз болады. Бірақ та олар үшке бөледі адамдарды, 3 группаға. 3 топқа бөліп. 3 топқа. Бірінші сол технарь, сол программирование нені білетін инженерлер. Екіншісі домейн эксперт, яғни бір салада маман болған кісілер. Үшіншісі бизнес лидер дейді. Бизнесті не құрған, істеген, істей алатын адамдар. Сол 3 топ адам жиналады. Сол енді егер технологиялық бір бизнес жасаңыз, алғашқы бастапқыда бір сол инженер, бір программирование түсінетін не адам керек болады. Өйткені сырттан алуыңыз өте қиын болады. Фаундер ретінде да, кофаундер ретінде ішінде болу керек. Иә. Енді болмаса да болады. Енді мүмкіншілігіне қарай. Бірақ та болуы жақсы болады. Сіздер өз идеяларыңызбен бардыңыздар. Сол жақта дальше ары қарай дамытыңыздар идеяларыңызды, да? Иә. Өзіңіздің сол компания немесе стартапыңыз жайлы айтып берсеңіз, немен айналысады? Компания аты PayZaction. Ағылшынша 2 сөзден құрылған. Payment, төлеу деген, транзакция. Сол PayZaction деп. Payment пен транзакшн қосып, PayZaction деген атын бергем. Компанияға негізі сол идея автоматты түрде дебиторканы жинау. Мысалы, компаниялардың төлейтін ақшасы бар и алатын ақшасы бар. Сол алатын ақшасына дебиторка дейді. Енді кейбір компанияларда, мен супермаркет пен ресторан айналысқан үшін дистрибьютор компаниялар бізге мысалы товарды беретін. Бұлар мыңдаған компаниялармен жұмыс істейді, біз сияқты. Әркімге аздап бір товарды, мысалы $1000, біреу $2000, біреу $100, біреу $20 товар алады. Көбі товар қарызға беріледі. Ол ақшаны қайтадан жинау керек. Мен сол проблеманы енді көрдім, сол бизнеске айналысқанымда, соны қалай шеше аламын деп ойлау бастадым. Сол мәселені шешу үшін сол стартапты бастағанбыз. Как раз өзіңіздің эксперттік опытыңыз бар, тәжірибеңіз бар, соған байланысты сол шешімді іздедіңіз. Бірінші клиентті, бірінші трекшнді қалай таптыңыз? Енді ол әлі басталмады негізі. Енді басталып жатыр. Әлі басталмады. Енді қазір енді бірақ ұзап кетті. Енді 1 жылдан көп, 1 жыл 2 ай болды. Енді осындай нәрсе де бар. Енді кейбір нәрсе егер қиын жүрсе, бастауынан енді
істейміз ба істемейміз деген бір қазір сұрақ белгісі бар. Қазір сол проектті тоқтатып, қазір тағы да басқа бір проекттер өтем. Өйткені 8 ай әлі біз банкпен сол интеграция жасай алмадық. Сондай не бар. Көп документ қолға қою керек, көп документ жіберу керек. Енді бізде мысалы Қазақстанның ішінде мысалы тұрғанда не істегенде мысалы банкте счет ашу деген оңайды. Барасың, ашасың, онлайн аша саласың. Ал Сингапурда мен өзім жеке счетымды аша алмадым. Мүмкін Сингапурдың резиденті болу керексіз? Енді бізде қазір сол кәсіпкерлік визамыз неміз бар. Бірақ та бұлар біздің паспортқа қарайды. Қазақстанның паспортымен қазір Гонконг, Сингапурда бірдеме ашып жасауымыз өте қиын. Өйткені бұрыннан кейбір заңсыз операция көп жасалды біздің азаматтар жағынан. Сондықтан қатаң қарайды да. Бәрін тексереді. Виза бергенде де сондай ғой. Иә, виза бергенде де қиын да. Ал осы сіз Сингапурда кішігірім болса да тәжірибеңіз болды да, сол жақта тұрып, қарап, компания ашып көрдіңіз дегендей. Және де Қазақстанда да кәсіппен айналысып көрдіңіз. Екі нарықтың айырмашылығы қандай? Именно мүмкін тех стартаптар сферасында немесе жалпы кәсіпкерлік сфера бойынша? Әрине айырмашылықтар көп болуы мүмкін. Бірақ жалпы ең көзге көрінетін бірінші. Енді көзге көрінетін алғашқыда шынымен Қазақстанда ақшаның өте аз болуын көрдім. Енді бұрында Америкада барғам, Европана барып, бізден нарық өте кішкентай. Мысалы Сингапурда 14 000 кафе, ресторан, кофейня, столовый сияқты жерлер 14 000. Алматыда 7,5 мыңдай. Сингапурдағы нарықтың көлемі 12 миллиард доллар. Яғни орташа бүкіл сол көлемді ресторан санына, несін кафе санына бөлсақ, бір 800 мың доллардай шығады. Орташа бір ресторан жасаған оборот. Ал Қазақстанда демей қойық, тек Алматыны 7,5 мың, енді 1 миллиард доллар бар ма, жоқ па деген бір сұрақ белгісі. Мысалы, бұл ең көрінетін мәселе. Екіншісі бизнестің капитализация деген нәрсе бар. Бизнестің құны. Қазақстанда көп бизнестердің 2, 3, 5, 6, максимум 1 жылдық прибыльмен сатылады. Ал Сингапур сияқты дамыған мемлекеттерде 5-10-нан басталып ары қарай кете береді. Қандай мысалы қазір Қазақстанда бизнестерді немесе кәсіптерді немесе стартаптарды білесіз, которые басқа елдерге күшті оңай масштабироваться етілетін? Сондай қандай стартаптардың потенциалы бар деп ойлайсыз? Басқа елде жұмыс істеу үшін сол елде тұру керек. Қазақстанда отырып істелетін көп бизнестер жоқ. Енді deep tech технология саласында, ол deep tech кәдімгідей технология дамытсаңыз, AI-да, басқа бір салада, сол кезде басқа жерден қолдану мүмкін. Ал басқа біздің өз нарығымыз кішкентай болған үшін, бізде мысалы Америкадағы бір стартап 100 миллион, 500 миллион, Индияда өзін, Американы демей қойықшы, қасында Индия бар. Мысалы жиһаз сататын бір стартап бар, LiveSpace. 2014 жылы ашылған, бүгінгі дейін 400 миллион доллар инвестиция тартқан. Онымен қалай жарасасыз? Қазақстанға сізді алатын инвестиция 1-2 миллион доллар. Жараса алмайсыз сонымен. Сол жақта болу керек. Сол жақта компаниялар ашу керек. Осылай. Ал Қазақстаннан шығып, Қазақстан компанияны ашып, бірдеңе істеу өте қиын. Енді үлкен бизнес болмайды да ол. Ал не істеу керек, қандай, мысалы біздің елде қандай өзгерістер болу керек, немесе қандай шагтар жасау керек, чтобы сондай стартаптар жақсы даму үшін біздің елде? Ол өте күрделі сұрақ. Енді қазір 2-3 минут шешілмайтын мәселе. Ең бастағы 20-30 жылда шешілмейтін мәселе шығар. Өте қиын.
алғашқыда халықтың саны көп болу керек. Екі, заң істеу керек, әділеттік болу керек. Болды енді, басқа ештеңе жоқ. Содан басталады. Ол өте қиын, ол шешілетін мәселе емес. Қазақстанда істелетін бизнестер бар, істелетін, ақша табатын салалар бар. Бірақ та тек стартаптарда қатты көп нәрсе істей алмайсыз. Окей, рахмет көп. Тағы бір сұрақ. Мысалы, сіз осы серіктестеріңізді таптыңыздар, немесе инвесторларды іздедіңіздер. Сол кездегі қандай принциптарды ұстандыңыз? Мысалы, серіктес тапқанда мүмкін сіз сияқты қызығушылық, сіз сияқты құндылықтармен болу керек, ал инвестор тапқанда қалай сіз өзіңіздің идеяларыңызды сатуға тырыстыңыз? Енді ең басында бір принциптер болған жоқ. Басқа бұл жолға шыққанда не? Ал енді энергия деген адам бірде энергия болу керек, араларда бір сенім болу керек. Ең басында солай басталады. Кейіннен қателер жасап, оны уже түсінесіз да, өзін әркім бөлек өзінен бір принциптер шығарады. Енді менің бірінші түсінгенім, ұрлық жаман, сол жасаған адаммен жұмыс істемеу керек. Оны бірінші мен этика деймін. Бірінші этика, ол да өту керек. Адам өтірік айтып жатса, не істеп жатса, оны көрсеңіз, оған көз жесеңіз, бұл адамға жақындамаңыз. Екінші жағы экологиялық, экология. Экология не деген сөз? Адам мықты болуы мүмкін, мықты специалист, маман болуы мүмкін. Өтірік, ұрлық деген нәрсе жоқ. Бірақ та қасындағы басқа адамдар онымен істей алмайды. Токсичный адам болады. Душный болады. Иә. Сол осы адамдардан да ұзақ тұру керек. Үшінші, өзгермейтін адамнан ұзақ тұру керек. Өйткені алғашқыда сізде өзгермейтін ол қатесін мойындамайтын ба? Ол да бар. Ал мысалы алғашқысы бір компания 2-3 кісіден бастады. Кейіннен 200-300 адамға шығады. 2-3 компанияның менеджменті яда жасалатын түрімен 200-300 яда 2000-3000 адам болған компаниялар, олар бірдей істей алмайды. Компания өзгеру керек. Компания өзгеру үшін ішіндегі адамның санасы да өзгеру керек. Ал өзгермейтін адам болса, бұрынғыдай, мысалы, баста біз 3 кісі болсамыз, бір-біріне сеніп, айта саламыз сөзбен. Ал компанияда 500 кісі болғанда, 1000-2000 адам болғанда, жай бір сөзбен айта салу деген жұмыс жүрмейді. Сәл бір бюрократия болу керек, сәл процестер отыру керек. Ал оны бір қабылдамайтын адамдар болуы мүмкін, мысалы. Адам өзгеру керек та. Яда мына осы жолмен жүрміз, бірақ та мынау негізі қатты қызық болмауы мүмкін. Басқа бір одан да қызық жол болуы мүмкін да. Адам енді сізбен бірге өзгеретін адам болу керек та. Сол маңызды. Өсу керек деп. Өсу керек, өзгеру керек. Главное, работает деп жүре бермеу керек. Тағы бір сұрақ, жаңа сіз революттың мысалын келтірдіңіз ғой. Негізі Антлерде де басқа да инкубатор акселерационный бағдарламаларда да ең басты үйрететін сол жаңа идеяны тезірек тестировать ету. Соған байланысты қандай кеңестер бересіздер? Мысалы, мен бір бизнес ашқым келеді, бір кәсіп ашқым келеді, немесе стартап жасауым керек, қалай мен соны тезірек тестировать етуім керек? Енді ең оңай жолы бар, алғашқыда бір лендинг пейдж ашып, бір инстаграмда бір аккаунт ашып, сатып көру керек, иә? Сату керек. Товар болмай жатса да, сатыңыз, көріңіз. Біз карантин кезінде бір досым келеді, маған Түркиядан бір компания хабарласты дейді. Қазақстанға каравандар, дом на колесах. Соны сатасың ба, дистрибьюцияны аласың ба? Мен Қазақстанда алатындар жоқ дедім. Бар болса өте аз дедім, сатыламаймыз дедім. Бірақ та Канада, Америка сатыламыз дедім. Канадада досыма звондаймын, айтамын, осында бір нәрсе бар, Түркияда бір сапалы бір каравандар бар. Отырып, зерттейміз оны. Иә дейді, осында жақсы сатылады дейді. Карантин кезінде өте көп сатылды олардың. Негізі олардың миллиардтаған доллардың нарығы сол бар, Канада мен Америкада. Одан кейін зерттейміз, не істейміз, баған салыстырамыз. Кәдімгідей Түркияда арзан шығады. Сол Канададан. Түркиядан жеткізу арзан шығады, иә? Жоқ, өзі бағасымен жеткізу сол кезде қымбат еді, бірақ та оған қарамастан да арзан негізінде. Әкелумен, немен. Өйткені карантин кезінде логистика, Түркиядан Америкаға логистика 5-6 есе өсті.
и сол кезде $1,5–2,000 бір контейнер болды. Сол кезде 12, 13, $14,000 өсті. Бірақ оған қарамастан мысалы бір контейнерге 2-3 караван сияды, сол біреуге бір $3–4,000 бір не құн түседі. Бірақ та біз не істедік? Біз бірінші бір Канада OLX сияқты бір сайт бар. Оған бір рекламаны қойдық. Ішіне $10 бюджет салдық. Бізбен 25 кісі хабарласып тұр. Сатып аламын деп. Олардың екеуі мен ақшасын жіберейін, маған адрестің осында, осы қалада тұрамын, алып келіңдер деп. 10 шақтысы қайдан көре аламын? И 10 шақтысына айтып, мен авансты берейін, маған алып келіңдер деп. Бірақ та көргісі келген да. Енді валидацияны өтті. Бірақ та бізде қандай нені өте алмады? Сертификация. Мысалы Канада, Америкада жолға шығатын бір көліктің сертификаты болу керек. Ол сертификат жасау үшін көп өте уақыт керек. Бізде сол уақытта болған жоқ та соны жасайды. Күшті. Осыған байланысты, мысалы, қазір көп адамдарда идея болады да. Мысалы, сізде болғандай деген сияқты бірдей идеялар келеді. Бірақ көбісі сатып білмейді. Сол қалай? Нені білмейді? Сатып білмейді. Сату қиын да. Көбісі бізде идеяларымыз сата алмаймыз. Сол қалай сондай мышленияға өтсе болады, сату мышлениясы деп айтайын ба? Немесе сатып тезірек тексеру үшін? Оны бірінші адам уже біліп жатса, не сияқты ғой, бір ауруды бірінші қабылдау керек та. Мен бір осы ауруым бар. Кейін докторға барасыз. Доктор уже бір несін айтады да. Ал енді адам өзі сата алмаса, қасына бір сатылатын бір адам табу керек та. Бірақ та айтқанда қазір қиын емес та. Қазір бір лендинг пейдж жинау, мен өзім негізі қатты қызықпаймын, бірақ отырып өзім істедім да. Бір-екі лендинг пейджді. Яғни Инстаграмда аккаунтты ашу өте оңай қазіргі уақытта. Енді оны істей алмаса да, кірмей қойсын бизнеске. Не істемесін да. Жарайды. Тағы сұрақ. Мысалы, сіздің осындай бизнестерді жасауға, немесе осындай бизнестерді бастауға қандай қабілеттеріңіз бен қасиеттеріңіз көмек берді? Мысалы, жаңағыда айтқандай, бірінші интуиция и санай алатын қабілетіңіз болды да, хотя бы басында деген сияқты ше. Одан бөлек қандай қабілеттер немесе қасиеттер бойыңыздағы көмектесті осындай бизнестерді ашып дамытуға? Қазір алғашқы бір сұрақтың несін жауабын бітіріп тастайын. Негізінде кейбір нәрселерді сол 20, 30, 50 мың, 100 мың теңге төлеп, негізі бітіріп тастауға болады да. Мысалы, бір лендинг пейдж жасатып, реклама жасап, оны істеуге болады. Енді егер ол ақша болса, оны төлеп жасатуға болады. Басқа біреуіне. Енді болмай жатса, ол біраз отырып, біраз оқып істеу керек та, болды. Валидация не жағынан. Қабілет жағынан енді мен бір 30 жасынан бастап негізінде ойлана бастадым. Мен кіммін? Мен қандай қабілеттерім бар? Мен не жақсы істей аламын? Соны негізі біраз зерттегем. Біраз психологиялық тесттер тапсырғам. Соны түсініп алу үшін дұрыс терминологияны табу үшін. Енді қатты маңызды емес негізінде қандай қабілеттер. Адам істегісі келсе, адам істейді. Істегісі келмесе, энергиясы болмаса. Енді қазіргі уақыттың проблемасы мен нені көрдім, мысалы, студенттер мен жастарда энергия жоқ. Бұлар біріне істеймесе, асай тұрады да энергиясы. Көптеген компанияларда көрдім. Жоқ, неліктен болған білмеймін. Енді телефонды қазір, біз де телефон қараймыз. Яда сол жас кезінде, бала кезінде телефон көп қараған үшін ба. Өйткені негізі телефон өте үлкен бір нығмет та. Мысалы, бұрында бір 90 жылдар мен мектеп оқығанда, мысалы, бір информацияны табу үшін барып, оны жазып аласыз. Қандай кітапта болған жазып аласыз. Кітапханаға барасыз. Кітапханада ол кітап, бірінші каталогтан кітап табылу керек ол жерін. Барып, қайтадан барып, ол кітапты іздейсіз. Ол кітапты тауып, сол жерді табуын керексіңіз. Одан кейін ол жерде ксерокс жоқ, телефон жоқ қолында фотоаппаратпен, оны барып қағазға қайтадан жазып қоясыз да ол информацияны қолмен. Кішігірім бір информация, 1-2 бет информация, бір минимум жарты күн кететін. Ал 5, 6, 10 кітаптан бір информация жинасаңыз, одан да көп уақыт кететін. Қазіргі любой информацияны мен қазір өзімде, мысалы, 2-3 секундта, яда кейбір нәрсені жазып аламын өзіме. Так, бірдеме естимін да, мысалы, бір кітаптың атын, бір концептін білмейтін нәрсені так жазып аламын, кейін отырып қараймын да. Бұл не?
бұны қазір көбісі істей алмайды екен. Бұны таңғаламын. Анализ жасау. Анализ емес, зерттеп оқу да, Иә. информацияны табу, болды. Ресерч жасау. Иә, қазір мысалы YouTube сияқты нәрсе бар да, қазір мотивация адамға керек емес та. Мотивация, қазір YouTube'да қанша миллиондаған видео бар да, мотивация үшін. Любой проблемалар. Даже оқымасаң да болады, видеоны қосып, бірақ та ол 1-2 сағаттық видеоны қарау керек, тыңдау керек. Ол да бар да. Наоборот, ақпарат көп болып кетті деген сияқты. Осы кәсіпкерлік жолыңыздағы жасаған қандай қателіктер болды, қандай сабақ алдыңыз олардан? Басқалар қайталамас үшін деп, бесплатный тренингде. Өте көп қате жасадым. Енді қателер құнын санасам 100 мыңдаған, мүмкін миллион доллардан асып кететін шығар. Оларға құнын сол қателердің. Мен де соны орыстарда мақал бар ғой. Ақылды басқаның қателерін үйренеді, ақылсыз өз проблемаларда. Бірақ та мен бүкіл нелері өз тәжірибемде көрдім. Енді сәл басқасынан тыңдап көріп, оны көру мүмкін емес шығар, білмеймін. Сондықтан енді бірақ та қатені тез қабылдау маңызды. Сол шығар. Ең басты мәселе сол миыңыз сол бір эластичный болу керек та, ашық болу керек. Любой нәрсеге. Сол болмаса неге? Сол ауысу керек та адам. Ең бастағы мәселе сол. Мыңдаған, миллиондаған проблеманың түрі бар да. Ең бастағы бизнесте не бар проблемалар? Өзіне бір серіктес табу. Өзіне бірге бизнес жасайтын. Оны бірақ та ең оңай жолы білетін адамға сұрау. Ең оңай да, егер шешім қабылдамасаңыз бірақ та білген адамға. Мен қазір барып биткоинді барып мына жерде жұмыс істейтін бір күзетшіге сұрасам, ол қалай не болады деп, яғни сол саланы. Ол дұрыс бір маған кеңес, бір жауап бере алмайды. Білген адамға сұрау, ең маңыздысы сол шығар. Енді әр проблеманың жеке бір шешімі бар да. Окей, күшті жауап болды. Сол жаңағыда кажется, көп адамдар сондай қателік жасайды, что қатесін біліп тұрады да, бірақ қабылдағысы келмейді до конца. Сондықтан андай пайвоттар жасау қиын болады да. Мысалы, ауысу бизнес моделін немесе бизнестің нишасын деген сияқты. Сол сияқты андай жоғары болу керек. Жаңа сіз айтқандай мидың эластичности, адаптабилити ғой, адаптивность. Негізі Галлап тест бойынша қазақтарда именно адаптабилитин төменде екен. Тез статистика бойынша тез бұрылмайды екен. Жоқ, мен оған сенбеймін. Да? Тез ауысады да? Типа плане. Енді бейімділігі. Соңғы 10-15 жылда біздің өміріміз қалай өзгерді мысалы. Енді көп мысалы технология жағынан, не жағынан көп нәрсе өзгеріп жатыр. Енді ол тез өзгермейтіндер мысалы дамыған мемлекеттер. Мысалы әлі Америкада мысалы чекпен төлейтіндер бар да. Мысалы үйді жалға аласыз, айтады, маған чек жібер дейді. Сізде чек жоқ. Сіз барып банктен чек мүмкін алмайтын шығарсыз. Ол үшін бөлек бір сервис бар. Сіз оған карточкамен ақша жібересіз, ол ақшаны алады, чек жазып береді, үйдің иесіне почтамен жібереді. Ол почтамен алып, сол чекпен барып банкке барады. Енді бізде осы нәрсе жоқ. Бізде 30 жыл бұрын нәрселер қазір жоқ. Ол нәрсе. Одан кейін бізде сол көшпелілік культура бар да, ол көшпелілік культурада әр ай сезон мезгіл сайын. Күнде бір нәрсе өзгереді ғой, күнде. Бұрында мысалы мен білгенім көшпелілер қанша 3500-4000 километр дейін көшкен. Ол не біз төменге Сібірге дейін, Сібірден Самарқан, Бұхараға дейін көшіп жүрген қазақтар. Бұл адам адаптивный не болмаса, қалай болады да? Рахмет көп. Тағы бір сұрақ. Бүкіл сұрағым тағы бір сұрақ деп басталатын болды. Антлерден алған ең үлкен инсайт деп айтады ғой, сол қандай болды нетворкингтен басқа? Соны көрдіңіз да, вау деп. Вау деп.
Сингапурдун өзү шығар, мысалы. Сингапур өте дамып кеткен 50 жылдағы ел ғой. Иә. Соны мүмкін соның өзі сізге үлкен әсер берген шығар. Енді Сингапурдан басқа да мелте көргенім үшін енді егер бірінші шыққан бір Еліңіз болса, ел болса, шетел болса, қызым болатын шығар. Енді әдемі, таза, мықты, құралдары мықты, енді сол жағынан мықты, ештеңесі жоқ, біраз бір порты бар болды да. Көп жердің көбі бұрында батпақ болған шығар, джунгли болған сол. Вау дейтінде енді Антлердегі келген мемберлер шығар. Может, мүмкін солардың ішінде болды ма? Сізге қатты әсер берген? Негізінде қызық болған нәрсе не болды да? Біздің программада бір Қазақстаннан 7-8 кісі болды. Қатысқан 70 адамнан 10% қазақ еді. Ол сіздер карантиннен кейін, иә? Былтыр ғой? Былтыр, иә. Ең көбісі... Который бізден Қазақстаннан шыққан компания бар еді ғой, тоже стартап. Иә, бар, Admeter, Introdex. Сол 10% бәрі осы отанға қалай дейді да. Өйткені Индия бар, Индияда 1,5 миллиард халқы бар, олардан 14 кісі қатысқан. Индонезия 300 миллион халқы бар, олардан 5-6 адам қатысты. Енді ал Қазақстаннан кішкентай мемлекет қой негізі жетін халық санымен бәрі таңғалған. Неге осылай деп. Барлығымыз инвестиция алдық, не істедік, сол жағда қызық болды. Бұлар Сингапурдық қатысқан жігіттерді, не басқа кісілерді, соны естідім. Қазақтарды сіздер энергияңыз басқаша деп айтқан. Сол есім қалды да. Сіздің энергияңыз ұнайды деп бір Сингапур жігіт айтқан. Қандай, не білмеймін дейді. Бірақ та жақсы энергияңыз бар деп. Қызық оқиғалардың біреуі да осы. Күшті. Жаңа инвестиция алдық деп айттыңыз ғой. Сол инвестиция алу үшін не істеу керек? Қалай қандай шагтар жасау керек? Қалай презентовать ету керек? Мәселе ондай емес. Егер жақсы бір валидацияңыз, жақсы бір трекшн жасалған мықты болса, өздері келеді да сіздер. Өздері іздейді. Ол техникалық мәселелер да. Өйткені көбі жоқ деу мүмкін да. Ол жоқ деу, мысалы, Facebook, Yahoo, қаншама компания, Google, қаншамалар, Microsoft қаншама жоқ болмайды деп инвестиция салмаған компаниялар бар. Сенбеген үшін. Басында, иә? Иә, ол қатты маңызды емес та. Бірақ та біз Қазақстанда кішігірім мемлекеттің барған үшін бізде қиындау. Өйткені қазір біз Сингапурда тұрып жатқан адамға оңайрақса. Өйткені сол жақта тұрады. Даже Юго Азияда тұрып жатқан, иә. Иә, мысалы Америкадағы кісі Америкадағы инвестиция тарту оңайрақ болады да. Мысалы бізде қазір бір Чилиден, бір Африкадан бір кісі келіп, бір араб елдерден қазақша, орысша білмейтін бір кісі кірсе, оның инвестициясын алу біраз бір қиындау болады. Бірақ та мықты айтады, мысалы, мен осы сервисім бар, 1 миллион қолданушым бар, оның 5% айлық $1 төлейді, $5 миллион, маған инвестиция керек болса, любой адам жүгіріп инвестиция береді ғой. Сол ғой. Сұрағымды ұмытып қалдым деп па сіздің жауабыңыз? Сол трекшн мықты болу керек та. Ағылшынша трекшн жасалған нәрселер мықты болса. Деген жақсы негізі идеялар, негізі жақсы. Сіз білген, көрген, сол қасыңызда болған проблемаларды шешу. Мысалы, Америкада олар өте сол жақсы хикаяны, историяны жақсы көреді да. Менің осындай бір проблемам болды, одан кейін мен барып, осымен проблеманы 2, 3, 5, 10 өмір бақи жүрдім, одан кейін осындай жолмен шештім. Сторителлинг, иә. Сол история болу маңызды. Бізде мысалы Румыния сол да мықты болды да, мысалы маркетинг жағынан бізде бір история болды да. Бір қазақ жігіттер барып, нөлден бір бизнесті бастап жасағаны, осындай бір тәжірибесіз да. Бірінші қазанды алып, арендаға алып, соны сатқаны деп, иә? Иә, сол сияқты. Ол адамдар қызық та. Ол жақсы история болу. Бірақ та сол қасыңыздағы болған проблемалар, яғни өзіңіз жасаған бір бұрында жұмыс істеген компанияларда проблемалар шешсеңіз,
оны сізге оларға қайтадан ол шешім сату оңайырақ болады да. Мгм. Болмайтын, мен мысалы тәжірибем сізде мысалы болмаған бір салада Мгм. сіз өзіңіз көрмеген бір проблеманы ол адамдарға сату өте қиын болады. Терминологияны білмейсіз, нақты қалай проблема шешілетінін Өзіңіздің білмейсіз. басыңыздан өткен жоқ деген сияқты ғой, ол проблема. Иә. Я да қасындағы партнердің ол білу түсіну керек та. Қасындағы сол кісінің оны бірігіп істеуге болады. Сізді түсінбесеңіз, бірақ та басқа нәрсені мысалы түсініп жатасыз да. Иә, эмоциалдық түрде әсер беру керек қой. Иә. Қазіргі таңда. Энергетика болу керек та. Өзің сену керексің, сол өзің басынан өткен болу керек. Өйткені көп идея мысалы адамдар мысалы ол идеямен, пікірмен осы бөліскім келмейді, ол басқа ешкім жасамайды да оны. Оны барып ол сену керек қой. Сенім жаса алу бір жақ, сену басқа жақта. Сіз бұны жасай алатын бүкіл ресурстары бар болған адамға айтасыз, бірақ ол сенбесе қалай істейді? Рахмет. Антлерден басқа сіз тағы да бірнеше рекомендация айтқансыз осындай акселераторлық бағдарламалар бойынша және инкубаторлар бойынша. Соларды айтып өтсек бірнеше. Айттым ба мен? Иә, сіз рекомендация бергенсіз, мен өзіме жазып алғам. Там 4-5 айтқансыз. Енді үлкендері бар, енді белгілі да, ең үлкені ой комбинатор бар, бірақ өте қиын. Енді 1%-тан аз компания өтеді, өйткені 15-20 мың компания соған регистрация жасайды, таңдаған бір 200 компания ма, 500 стартап деген үлкен акселератор бар, Techstars бар. Негізі Америкада өте көп бар, Европада да біраз бар, бірақ та айтқандай бізден өту үшін өте не маңызды болады да. Қазір негізі антлер тек Сингапурда емес. Саудияда бар, сол Эмираттарда бар, Таллин өзінде, Эстонияда өзінде асылып жатыр да. Біздікілер көбінше Саудияға барып бастады қазір антлердің. Сол Дубайға сол ресерч жасаған жігіттерді көбі қазір Сауд Арабия жүрген. Рахмет көп. Соңғы сұрақ болсын. Осындай кәсіпкерлерге немесе кәсіпті бастайтын жас мамандарға өзінің идеялары бар. Қандай кеңес берер едіңіз? Кеңестің ішіне кітаптарды қоссаңыз болады. Өзіңіз мысалы оқыған ең күшті деп айтатын, кеңес беретін. Енді кітап жағына кірсек, негізі бір автордың кітабы бүкіл адамдарға ұнамауы мүмкін, өйткені ол адамның өзінің психологиясы бар да, өзінің психологиялық бір несі бар. Ол психологиясы сәйкес келетін адамға ұнайды да. Мысалы мен 2007-2008-дерде сол тайм-менеджмент туралы кітаптар оқыған, қызық болды, бірақ та оны істей алмадым да. Өйткені менің өзінің Галлап бойынша мысалы дисциплина төмен жағында. Ал тайм-менеджмент айналысу үшін кәдімгідей сол бүкіл уақытын санап, бүкіл секундап, минутап, ол дисциплина жоғары болу керек. Сондықтан әркімге не болмайды. Мен өзім қызық болған нәрселер бар. Жаңағы бүгін бір кезекте тұрғанда бір жас жігітпен танысқам. Лондонда сол IT-де оқыды. Қазір банк кредит істейтін жігіт екен. Сол сөйлесіп, Майкл Портердің конкуренция кітабы бар. Маған өте қызық болды. Одан кейін Стив Бланк деген не бар, автор бар, стартаптар туралы жазады. Қалған негізі бизнес жасау үшін кітаптар проблемалар шыққанда маңызды болады да. Запрос бойынша, мысалы мен сондықтан профессионалдық білімге сенемін да. Мысалы қазір саудада проблема бар, сол саудамен шешіп беретін да, сол система. CRM-мен сол жұмысшыларды жұмысқа алумен проблема болса, сонымен. Яда мотивация жасау бір бөлек. Сол бизнестің систематизациясын жасау, мысалы өзім бүкіл бизнестерді 2016 жыл бойы осымен айналысып жүрмін да. Қаншама компания сол көмектесемін сол систематизация жағынан. Сол кезде, бірақ ол әр проблема уақытысы бар да. Басында бірінші идея бірінші ол өзіңді көндіруің керексің. Мына идеяны, мына бизнесті мен бастаймын. Өзімен келісу керексің. Өзіңді сатуың керексің ол идеяны. Ол өзіңді сатқаннан кейін бастағанда алғашқы не бар? Ол бизнес, идеяны, ол нені продукт сату керек. Өйткені оборот не болмағанша бизнес жүрмейді.
ақша көру керек бизнеске. Одан кейін кіргеннен кейін жұмыс аласыз, не аласыз, басқа проблемалар шығады. Да, сіз мысалы өте микробизнес боласыз, потом кішкентай бизнес боласыз, потом бір орташаға өту үшін бұл финансовый менеджмент әртүрлі неше проблемалар бар да. Ал енді бизнестің түрі көп бар. Адамдардың мотивациясы, ішіндегі несі әртүрлі, қабілеттері әртүрлі. Мен де өзім негізінде бұрыннан бастап жүздеген, мүмкін мыңдаған интервью қарап шықтым. Жоқ, енді бизнес жағынан жоқ, мыңдаған шығар. Қазір бір 5-10 мың сағат бір интервью қарап шықтым да мен ютубтан. Соңғы бір 14-15 жылда. Негізінде кәсіпкерлердің 80-90% бірақ кеңесті береді. Жасаңдар. Just do it. Just do it, жасау керек. Өйткені тек бір қадам бар да. Я жасайсың, я жасамайсың. Қалған техникалық ахуалда ол мәселе. Қандай маркетинг қандай болады, не болады, анау проблема. Жасамай білмейсің. Жасамай білмейсің, иә. Тек нәрсе бар да. Сәл бір уақыт өткеннен сәл қиындау болады. Неге? Өйткені мысалы мен қазір 40 жасқа келдім. 40 жаста тәжірибе бар. Тәжірибе көп бар. Қазір көп ойланамын. Істеп істемеуін. Ал 25 жасымда қатты көп ойлан жоқпын. Көп рисктерді көрмейсіз да? Көрмейсің. Ол көрмегені біраз не болады да. Плюсы бар да. Сис. Overthinking жоқ қой. Иә. Ең үлкен проблема сол ғой. Көп ойлау, одан кейін көп рискті шығару, одан кейін ол риск, үлкен бір рискке бірігеді, сізден үлкен болып қояды, болды, істемей қоясыз. Сол часто айтады ғой солай, что отличниктер көп, которые бүкіл рискті жабуға қамтайтындардан бизнес бастау қиын болады деп. Жоқ, мен отличникпін. Бірақ мен ондай емеспін десеңізші. Жоқ, мен көбі осындай нелерге сенбеймін. Осы адамдардың не бар да, айтылатын сөздерге көбі сенбеу керек та. Осылай болса, технарь болса, мынаны істей алмайсың, анау болса, мынаны істей алмайсың. Преубеждениялары көп болады. Ол керек емес та, оны вообще. Алып тастау керек. Бірақ маған ең ұнағаны, что главное бірінші болып өзіне идеяны сату керек деген. Біз көбінше соны жасамайтын сияқтымыз. Бастап кетеміз да, өз-өзімен келісімге келмей. Содан кейін басқа мәселелер пайда болады, өзіне сата алмағаннан кейін. Мысалы, зерттеу жасау қиын емес та. 1-2 күн максимум қиын идея болса, 1-2 аптада сол зерттеуді бітіруге болады да. Отырып 2-3 сағат ішінде, мысалы кейбір кезде звондайды, сұрайды, Айдос, осындай идея бар. Қазір көп бұған не кірмеймін, бірақ та бұрында мысалы отырып 1-2 сағат отырамын, оқимын сол идея туралы да, қандай несі, экономикасы не қандай, одан барып кейбір интервьюлер оқимын. Түсініп аламын да, примерно, осындай бизнес осындай екен. Мысалы бір кісі звондайды, айтады, қаннан дәрі-дәрмек жасау деген бір заводтар бар. Украинада ашылыпты, қандай Қазақстанда жүреді ма? Мен хабарым жоқ дедім бұл бизнес. Бірақ та айттым, бір кешке хабарлассаңыз, бір сөйлесейік оны. Отырып зерттеген. Бізде жоқ екен, бізде бар, кішігірім лабораториялар бар да, бірақ та кәдімгідей бір завод жоқ та. Украинада ашылыпты, Ресейде бір 2 завод бар. Америка ең қызығы, қаннан жасалған дәрі-дәрмектерден Американың экспорты компьютердің экспортынан көп екен. Компьютердің экспортының сол бір қанша $1 миллиард, ол бір 5-10 миллиард доллар сол қаннан жасалатын дәрі-дәрмектерден сатады екен Америка. Енді әр нәрсе адам үйрене алады да, әр нәрсе біле алады да. Қазір білмесеңіз де, қазір отырып, қазір компьютерді шығарамын. Любой нәрсені бір 2-3 үйреніп алуға болады. Біраз бастық түсінік болады да. Бұл не? Рахмет көп. Соңғыға сөз. Мен сөйлей беремін. Как пожелание ретінде, тілектер ретінде осы подкастты көргендерге. Жасау керек, көру керек, қорықпау керек. Ең үлкен мәселе не? Алла тағала адамға, бүкіл адам баласына өте үлкен потенциал берді. Бірақ та енді басқа елдер үшін айналмай, бірақ та біздің қазақтардың қандай проблема бар? Бізде мақсаттар не өте төмен болады. Алғашқы не болады? iPhone аламын. Болды, iPhone аласың. Енді негізі мақсаттар материалдық болмау керек. Одан екінші, ал бізде бүкіл мақсаттар материалдық болады.
өте төмен. Миллиардер болам, триллионер болам деген, енді триллионерлерді айтпай ақ қояйын, оны басқа мәселеге кіреміз да. Ал одан кейін мысалы машина алам, Камри алам, баспана алам, джип алам, үй салам, баланы оқытам, үйлендірем, болды, осымен өмір бітеді. Шектеулі. Иә. Негізінде енді плюс-минус бір сиырмен, бір ненің қойдың өмірі солай да. Тамақтанады, ұйықтайды, жүреді, болды да. Болды. Адам біраз өмірі басқаша болу керек та. Үлкен арман болу керек. Өте мақсаттар болу керек та. Болмаса бізде қазір бұл жетіспейді да. Үлкен мақсат қою. Үлкен мақсат қою. Мысалы бұрында біздің топырақтан бұрында ғұндар өмір сүрген. Барып үлкен империя құрған, да. Алғашқы түркі қағанаты бар, үлкен мемлекет, бір 10-15 жыл, сол кездегі технологиямен, сол кездегі немен дөп-дөке бір қазіргі Ресей сияқты, Шыңғыс империя сияқты мемлекет құрған да, 5-ші ғасырда. Енді бар болған нәрсе да, біз енді аталарымыздың не да, мысалы барып бабурлар, мысалы енді орталық Азия ғой біздің, олар түркілер да, олар барып Үндістанда үлкен мемлекет құрылады да, барып түріктер Осман несі, Османлар барып Түркияда үлкен мемлекет құрылады да. Сол кездегі мақсат ең сол да, мемлекет құру, не істеу да, бір империя болу. Бар ма? Бізден бар да. Енді империя құрмаған елдер де бар мысалы. Африкада бір, Южная Америкада, неде басқа. Ал қазіргі уақыт сай енді үлкен бизнес жасау, яда бір үлкен дүниелік бір проблеманы шешу да. Мысалы біліммен проблема бар, экологияң бар. Қазір мысалы қанша 100 миллиондаған балада қазір біліммен проблема бар. Мысалы қазір бір Америка, бір Европа, Жапонияда бір бала басына 15, 20, 30 мың доллар бөлінсе оқуға, мысалы бізде қалсада қазір қанша $1000 ма, $1500 ма. Бір Африкада бір мемлекетте мүмкін бір оқушыға жылына $20-30 бөлінетін шығар. Ол бұлар бірге теңсіздік бар да, олар бірге жаза салмайды да, сол $30 мың оқыған баламен бірге. Сол мүмкін үлкен проблема мәселе бар. Енді проблема негізі адам іздесе, өзіне қара бір проблема шеше алады. Өйткені адам ішіне қабілет бар да. Адам бір ой туып жатса, ол босқа емес та. Енді әркім бір миллионда адам болмаса, бірақ бізде осындай бір 5, 10, 20, 100, 200 адам шықса Қазақстаннан, негізі басқаларға басқа бір әсер болады да. Мысалы кезінде Геннадий Головкин профессионалдық боксқа өтіп чемпион болғаннан кейін, қазір қаншама спортсмен кетті. Бұрында мысалы Америка 90-шы жылдары бізде Америка бару деген нәрсе қиял еді. Ал қазіргі балалар айтты, болмаса Малайзияға барам, яда Чехия барып түсем деген оңай болды да қазір. Ал үлкен бизнес жасау, үлкен проблеманы шешу, осындай бір мақсаттар болса, бір 10, 15, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін оған көріп әсерленіп, одан да көп адам шығады да. Рахмет, көп күшті жауап болды. Айдос, рахмет сізге тағы да бізбен осылай уақыт өткізгеніңізге, өте құнды кеңестеріңізге. Келесі подкасттарымызда күтеміз сізді. Рахмет көп. Рахмет.